Assalamu алейкум, қадірлі заманласлар. Біз әр біріміз кішкенелігімізден халқымыздың ерте дәуірдегі аңыз әпсаналарына, ертеклеріне құлақ түріп, жүдә көп қызықлы уақияларды ядымызда сақлағанбыз. Хаял қызлардан шыққан батырлар, патша хаяллар, ақыл парасатқа, адамгершілік фазилетке ие аналар хақында естікенбіз. Негізінде бұл аңыз әпсана һәм ертеклердегі образлардың текарында шынлық, халық тұрмысының өшпейтін көрінісі бар. Біз дасталарымыз арасында тереңнен ізертленген 40 қыз дастанды көп оқығанбыз. Гүлайым батыр қыз хақында оның батырлығын, сұлулығын сөз еткенбіз. Ал 100 томлық дастан кітапларымызды ашып назер салар екенбіз, еле ізертленбеген хаял қызларға арналған дасталарымыздың көп екенлігі тасен қалдырады. Оқып отырып хаял қызлар образының жүдә көркем баянланғанын көреміз. Бұрынлары ел арасында жыраулар саны жүдә көп болған. Олардың репертуарынан бірнеше дасталлар орын алған. Бір ауылға жырау келді десе, қоңсы ауыллардағы үлкен кішінің бәрі жырау атқарған дасталларды тыңлауға, оға да әуес болған. Күн батарда басланған жыр таң сарғайып атаман дегенше давам еткен. Жыраулардың атқарушылық шеберлігі сондай құдіретлі күшке ие болған, тыңлаушы халық өзлерін уақиялар ішінде жүргендей сезінген, һәм адамгершілік, әділлік тарептары болып тәрбияланған. Біз бүгінгі әулядылар милли, рухи сөз байлығымыз бенен қанша мақтансақ та көплік етпейді. 1936 жылы атақлы Бекмұрат жыраудан жазып алынған Іззет қыз дастаны өзіне тән мазмұн мағанасы менен басқа дасталлардан ажыралып тұрады. Іззет қыз дастаны текарынан хаял қыздардың батырлығын, сұлулығын, ақыллығын тарифлеуге қаратылған. Бұндай батыр қызлар, ақылы, сұлу қызлар хақындағы дастанлар біздің халқымызда оға да көп. Мәселен, 40 қыз дастаны тікелей қыздардың батырлығына бағышталады. Сондай Гүлнахар, Қыз Палуан, Гүлістан, Қаншайым, Меңліхал, Іззет қыз сияқты дастанлардың барлығының басқармалары қызлар болып, олар ақылы, әдеплі, оға да сұлу һәм батыр болып тәріпленеді. Міне бұл не деген сөз? Демек бұл біз қыздардың басқарман дәрежесіндегі сыпатларын, оның халқымыздың қызлар, хаял қыздарға болған хүрметін көрсететін, олардың бір белгілі бір тарихи дәуірлерде жәмиетлік орталыққа тәсір еткенлігін сезінеміз. Сол дәуірлерден келтірген рух садасы, рух жаңғырығы біздің күнімізге дейін жетіп келген. Солардың дәлелінің бірі Іззет қыз дастаны болып табылады. Іззет қыз дастан басқа дасталларға қарағанда қысқа мазмұндағы дасталлардың бірі. Уақиялар ізбе-ізлігі, Іззет қыздың қиыншылықтардан тайынбай күресу харекетлері шебер баянланған. Негізінде жырау бабаларымыз дасталлардағы әр бір образды кәміне келтіріп, мазмұнын бұзбастан сөз маржалларын көркемлеп жырлау талантына ие болған. Өйткені жыраулар мектебі күшлі рауажланған өнер болып, жыллар давамында ұстазларынан сабақ алған. Міне осындай мәдениетқа ие халқымыз бейбаһа сөз байлығымызды сақлап келген. Дасталларымызды оқып отырып, ескі халық тұрмысы, ескі уақиялар көз алдыңа еріксіз келеді. Халыққа рухи күш бағышлаған дасталлар адамгершілікке тәрбиялайтын жоғары фазилетке ие шығармалар болып есептеледі. Іззет қыз дастаны мазмұны жағынан сол қыздардың пәкілігін, садықлығын һәм қаһармандығын тиісті жерінде қиыншылықты жеңуге жол табатын бір өзіне сенімді,
өзін өзі қорғау құқығына ие қыздардың образын береді. Мысалы айтатын болсақ, Ізет қыздың осы Бұхара әмірлігі менен Хиуа ханлығының өзара келіспеушілік жағдайларында қолға түскен бұхаралары тұтқынға айдалып баратқанда ішінде жаңағы Суфубек деген ханның жәрдемшісі, атқосшысы Ізет қызға көзі түсіп, Ізет қыздың оғада сұлу екенлігіне таң алып қалып, Ақбұлақ деген, Ақсу деген жерге көлдің бойына алып кетеді қызды. Сол жерде ол өзінің кеуіліндегі ниетлерін әмелге асыруға әрекет етеді. Бірақ Ізет қыз осы жерде ақыл тауып, сен шаршадың деп оны көлге жібереді де, өзі сол жерде Суфубектің Бадамат деген атын һәм құрал-жарақтарын киініп, сол жерден қашып кетеді. Суфубек алданғанын біліп, оның ізінен қуады, қуғанменен ол жете алмайды. Нәтижеде Суфубектің жолда қалған адамлары Ізет қыздың Суфубектің Бадаматын мініп қашып жатқанын көріп, сол жерде ең бірінші кезекте 15 мерген оның алдынан шығады. Бадамат оғада бір басқа дастанларда кездесетін тұлпар ат тәріпінде тәріпленеді, һәм қызды сол 15 мергеннің әжелінен құтқаруға жәрдем береді. Аттың басын бұрады бір тәуекел, қылады қыз ортаға, келгеннен 15 мылтық бұратты тәнде жанын, қинады мергеннің атқан оғынан періштелер, сағлады өте шықты, қақ ярып кекілерін аударып әйе. Күн шыққанша қуады нашарға күлір, туады мылтықлары, тағылдап қыздың мінген атына жетіп келді, көп мерген айда бойы жақындап әйе. Ізет қыз ақылынан сасады бір орауын жаздырып басына мінген бадам ат қанаты құстай ұшады 15 қыз мергеннен. Ізет қыз арасы майдан ашады. Ondan кейін оның алдынан өзіменен тұтқын болған адамларды қорып жатырған 4000 ләшкерге жолығады. Бұл 4000 ләшкер бадаматлық жатырған баланы көріп, оны ұстап алуға әрекет етіп ізіне қуады. Бұл жерде де бадамат өзінің тұлпарлық қасиетіменен Ізет қызды өлімнен құтқаруға күш салады һәм белгілі бір нәтижеге ерісіп таудың басына шығуға миясар болады қызды алып. Қыз таудың басында тұрып төмендегі әскерлерден құтылғанына қуанышты кейіпте атқа ырзашылық сезімдерін һәм әскерлердің енді қуу имканияты жоқ екенін, енді құтылып кеткен мақтаныш етіп көп қуанышлы һәм аянышлы өзінің сөздерін айтады. Төртіңді шалқып туған ай болсын, хабарды айтқан бұқар жұртың бай болсын. Менде болған ата-анама сәлем айт, ата-анамның сонда кеулі жай болсын.
Ortamızdan kızlar aman öttüdün 18'nin bulbasına jettüdün beni bulgan atanama selim ait İzzet kızın buhar yurtka köttüdün. Atıma kalktırdım Polat tağamdı sağın aman birge turgan ağamdı salimimde aytpasanız karavul kıyamette men tutarman jaganda. Kıyrığı bu maydanda verildi naşarlıktan ağrı koldan verildi zaya bulmay kayte verin karavul aldığımızdan cirak yakın köründe. Dastanның көркемлік мәнісіне қарасаң, ескі заманлардағы халықлардың тұрмысында хүкім сүріп тұрған теңсізлік, хаял қызлардың жәбір жапа шегулері сөз етілуіменен бірге, дастандағы текарғы образ арқалы халықты күресшеңлікке, туырлыққа, ақыллылыққа тәрбиялайтын ұнамлы уақиялар бар. Соның менен бірге ата-бабаларымыздың күн көрісіне, жасау шариатына байланыслы үрдіслердің үлгілерін көреміз. İzzet kız Cizak қаласына келіп, өрді қарауылдан бұл жердің хакімдері кім деп сұрайды. Сонда бұл жердің хакімдері екі хакім бар. Біреуі Ерназар Тоқсаба, біреуі Әбдірәсулі би деген дейді. Қайсының қызлары бар дейді. Әбдірәсулі бидің қызлары бар дейді. Маған онда сол Әбдірәсулі бидің үйін сілте дейді. Сөйтіп Әбдірәсулдің үйіне барса бір саулатлы тұлпарға мінген бір жігіттің киятқанын көреді. Ол жігіт киімінде жаңағы Суфбектің киімін киіп кеткеннен кейін жігіт көрінісінде көрінеді. Алдынан шығып атларын жаңағы қызметкерлеріне байлатып, өзі жүлі жақсы қарсы алып, қызларына қызмет еттіріп, сөйірді бола береді. Жаңағы үйіне жігіттің келгенін білген ел қызларын күйеуге берейін деп асыған, үйіне күйеуге келіпті деп, әмме жиналып, сөйір ұлыма тойға айналады. Бірақ нәтижеде Ізет қыз бұл нәрсенің бір іске аспайтын ақылы жетіп, оның өзінің қыз екенлігін, һәм қандай жағдайда жүр екенлігін айтуға мәжбүр болады. Сөйтіп, өзінің қалыңлығы бар екенлігін де айтады. Сонда Ізет қыз Бердібектің мал өткеріп қойған қалыңлығы болады. Мен соған қалай болмасын тұрмысқа шығуым керек. Мен ата-бабаның дәстүрлерін бұзбаймын, соларға садық қызмет етемін. Суфбек Бердібек қарауыл басыны екі жасауын жіберіп алдырады. Оларды қосып бір-біріне үлкен той береді. Суфбектің ниеті Ізет қыздың астындағы бадам атты алып қалу болады. Мен қызметлерімнің бір несі болсын, жауабы болсын деп өтініш етеді. Бірақ Ізет қыз бұл жерде де өжетлік етіп, бадам атты тастап кетпейді. Бердібекпенен бірге қосылып, бадам атты 2 жыл, 3 жыл бағып, онан бір үйір құлын өндіріп, көбейтіп, бадам атты Суфбекке қайтарып береді. Һәм есесіне тұтқында жүрген ата-анасын қайтаруды өтініш етеді. Ата-анасына қосылып, Ізет қыз мұрат мақсатына жетеді.
Бүгін біз хаял қызлардың сұлу жамалын, адамгершілік фазилетін, қайсар ер жүректілігін сөз ететұғын және бір көркем мазмұнға ие дасталарымыздың бірі Іззет қыз дастанымыз хақында сөз еттік. Сөз өнерінің төркіні фольклорда деген данышпалларымыздың сөзі бар. Біздің фольклорлық шығармаларымыз әсірлерден әсірлерге өтіп жыраулар хауазында жаңғырып жасап кетірген алтын мирасымыз болуменен бірге халқымыздың рухи байлығы болып жасай береді.